Сәлеметсіздер ме? Мен Лимарова Венера, 8-ші А сынып оқушысы. Еліміздің барша ардагерлерін шын жүректен 9 мамыр жеңіс күнімен құттықтай отырып, менің атым Айдангер атты тақырыбында өз жұмысымды ұсынамын. Менің атам Ұлы Отан соғысының ардагері. Мен мұны кеудемді кернеген мақтанышпен, өзегімді өртеген өкінішпен айтам. Неге мақтаныш бар жерде өкініш дейтін боларсыздар? Мақтанатыным атам Нұрмашұлы Нәсір Ұлы Отан соғысында жан аямай соғысып жеңіс күнін жақындатқаны. Өкінетінім, бұл соғыста қаншама боздақтардың артына ұрпақ қалдыра алмай аяусыз қырылғаны. Нәсір ата Исатай ауданы Жамбай селосында 1922 жылы дүниеге келген. 1942 жылы 20 жасында өз еркімен соғысқа аттанған. Атам отан басындағы ауыр күндерді титтей болсын жеңілдету үшін егіс даласында бұрынғыдан да қарқынды еңбек ете бастаған. Көрсеткен ерліктері үшін 2-ші және 3-ші дәрежелі даңқ орденімен және Қызыл жұлдыз орденімен марапатталған. Соғыс аяқталғаннан соң ауылға қайтып мұғалімдік жұмысын жалғастырған. 1976 жылы 54 жасында ауыр науқастан көз жұмған. Қазіргі таңда атамның туған жерінде мектепте география пәнінен сыныбы сыйға тартылған. Атам өз ортасының ауылының ұстаз ардагері атағы бар құрметті азаматы болған. Мен өз атамды құрмет тұтамын. Ешкімде, еш нәрседе ұмытылмақ емес. Соғыс күйретуші күш. Дәл солай жер бетіндегі барлық тіршілік атауының барлық жамап жұтатыны қасірет. Содан бері 75 жыл уақыт өтсе де, еш нәрседе ұмытылған жоқ. Ата-бабаларымыздың қанымен, жанымен, әжелеріміздің көз жасымен, аталарымыздың ерлігімен келген күнді ешбір адам ұмытпауы тиіс. Бұл күн қазіргі тәуелсіз Қазақстанның, өскелең ұрпақтың әр атқан таңның ең бірінші себепшісі.